Мемлекет құру және оны сыртқы басқыншылықтардан ғасырлар бойы сақтап тұру оңай емес. Біз ыдырап кеткен мемлекеттерді негізінен тарих бетінен оқысақ та, біздің кездерде тұтастығын сақтай алмай ыдырап кеткен бірнеше мемлекеттер бар. Бүгін мен сіздерге 21 ғасырда ыдырап шашылып кеткен мемлекеттер жайында айтатын боламын. Ливия Муаммар Каддафи тұсында өте бай және Африкаға ықпалды мемлекет болатын. Каддафи батыс елдерінің айдағанына жүрмей, айтқанына көнбей дербес саясат жүргізді. Ол Африка елдерінің ынтымағын арттырып, батыс елдерінен тек сөз жүзінде ғана емес, іс жүзінде де тәуелсіз болуын қалады. Осы мақсатта көптеген жобалар бастап, әсіресе ақш-тың ашуын туғызды. ақш келісе алмайтын ең соңғы жайт Каддафидің алтын динар жобасы болатын. Ол жоба бойынша Каддафи алтынмен бекітілген ортақ африкалық валюта құрып, өзінің орасан зор мұнайын евро мен долларда араластырмай сатуды көздеді. Бұл жағдай Африка елдерінің экономикасын көтеріп, кедейшіліктен құтқаруға бағытталды. Бірақ ақш доллары мен Европа евросына, сондай-ақ олардың тиын-тебенге алатын африкалық ресурстарына қарсы ауыр соққы болатын. Сондықтан батыс елдері бұл жоспарды Каддафимен бірге қосып жойып жіберу керек деп шешім қабылдады. Нәтижесінде 2011 жылы араб көктемі орын алып, Ливия ішіндегі кейбір топтарға қару мен ақша беріліп, бүлік ұйымдастырылды. Ливия әскері бүлікті жаншумен арпалысып жатқанда, біріккен НАТО әскері бейбіт халықты қорғау мен демократия қалыптастыру керек деп сылтауратып, әуеден жойқын соққылар жасап, Каддафидің бүлікшілер қолына түсуіне жағдай жасады. Бұл соққыдан Каддафи қатыгез түрде қаза тауып, Ливия бірлігі мен байлығынан ажырап, елдің тоз-тозы шығып кетті. Қазіргі уақытта Ливия үшке ыдырап кетті. Біріншісі, біріккен ұлттар ұйымы мойындаған ұлттық бірлік үкіметі. Оларды Туркия әскери түрде, Катар қаржылай жағынан қолдайды. Екіншісі, Халиф Хафтардың басқаруындағы шығыс Ливия. Оларды Египет, біріккен араб әмірліктер мен Ресей қолдайды. Үшіншісі, тайпалық топтар. Ливияда көптеген тайпалар бар, кейбір тайпалар ешкімге бағынбай жеке өмір сүреді. Достар, видео астындағы телеграм-каналға тіркелулеріңізді өтінем, ол жақта көптеген қызықты тарихи деректер жайында оқып біле аласыздар. Гаити. 2010 жылы Гаитида 7 балдық жойқын жер сілкінісі орын алды. Жер сілкінісінің күштілігі сондай, ел астанасы қатты қирап, шамамен 300 мыңдай адам қаза тауып, жүздеген мыңы жарақат алды. Сондай-ақ миллиондаған адам баспанасыз қалды. Көмекке біріккен ұлттар ұйымынан арнайы адамдар келді. Алайда біріккен ұлттар ұйымы құрамындағы непалдық жауынгерлердің арасында холера мен ауырғандар бар еді. Олардың нәжістері Гаитидегі ең маңызды өзендердің бірі Артибонитке түсіп, онсыз да ауыр халде отырған халыққа жұқты. Соның салдарынан елде холера індеті тарап, 800 мың адам ауырып, 10 мыңнан аса адам қаза тапты. Бұл апат ел экономикасын күйретіп, халықты жаппай кедейлікке ұшыратты. 2021 жылы президент Жовенел Моиз өз резиденциясына қастандыққа ұшырап өлтірілді. Осы оқиғадан кейін елде бірден қылмыстық топтар бас көтеріп, әлсіз әскери мен полиция оларға төтеп бере алмады. Содан бері Гаити іс жүзінде ыдырап, әртүрлі бандалық топтар елді толықтай бақылауға алып, қарапайым халыққа адам төзгісіз зорлық-зомбылық көрсетіп келеді. Атап айтқанда, бандалардың тұрақты түрде көшелерде атысуы салдарынан қарапайым халықтың оққа ұшуы қалыпты жағдайға айналды. Бандалар басып кіріп, онсыз да кедей халықтан ауыр алым-салықтар талап етеді, төлей алмағандарды атып тастайды. Ойына келген үйлерге кіріп, әйелдер мен қыздарды күйеуі мен әкесінің көзінше зорлап кетеді. Кішкентай балаларды ұрлап, өздеріне болашақ әскер дайындайды. Қарсылас топтағы бандалармен шайқаста олардың қарамағындағы ауылдарға кіріп, жаппай қырғын салып, үйлерді адамдарымен қосып өртеп жібереді. Гаити өте кішкентай мемлекет, ал халық саны 11,5 миллион адам. Жер тапшылығымен құрған экономика, бандалардың бассыздығы көптеген адамдардың азық таппай ел ішінде үнемі босып жүруіне итермелейді. Олардың біразы қолдан қайық жасап, Мексикаға өтіп, одан әрі ақш-қа, ал кейбірі Бразилияға қашуға ұмтылады. Бірақ сапасыз қайықтар жиі батып кетеді, ал аталған мемлекеттердің шекарашылары оларды көп жағдайда келген жақтарына қайтарып жібереді. Салдарынан 11 миллионнан астам халық бандаларға жем болуда. Яғни Гаити іс жүзінде 2021 жылы ыдырап кетті. Оларда ешқандай билік жоқ. Халықты қорғауға полиция мен әскердің шамасы жетпейді. Билікті өзара жауласқан қатыгез бандалар жүргізеді. Бұл мемлекетте өмір сүру мүмкін емес, тек қана зорлық-зомбылық пен тоналып ажал құшу ғана. Біздің ғасырда ыдырап кеткен мемлекеттердің екінші бөлімін видеосындағы телеграм-каналыма өтіп көре аласыздар.